Ассалаумағалейкум достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі бейнеролигіміздің тақырыбы қалай арықтауға болады және де қалай дұрыс арықтауға болады. Ең алдымен жаттығу жасамас бұрын бірінші тамағымыздың рационынан нанды азайтуымыз қажет және де тәттілерді, торт, сол секілді тәтті құрамында тәтті бар, құмшекер бар, сондай заттарды азайтуымыз қажет. Одан кейінгі мәселе ол жаттығу. Жаттығуды да дұрыс жасау керек. Мүмкіндік болғанша азында ерте тұрып 0,5 литр су ішу қажет. Және де оны бірденнен ішіп емес, жалпы бөліп ішкен дұрыс болады. Ішіп болғаннан кейін 5-10 минут өткеннен кейін жаттығуларға кіріссек болады. Олардың ең тиімді, қарынды кетіретін бірінші жаттығулардың бірі ол вакуум деп аталады. Жалпы орыстардың ғалымдары зерттеп, содан шығарған нәрсе, оны қазір сіздерге көрсететін болам. Жалпы оған ешқандай да бір үлкен жаттығу жасайтын құралдардың қажеті жоқ. Ең алдымен осындай бір стол болмаса, осы секілді ұстап тұратын бір зат қажет. Жалпы осылайынан ұстап тұрып, кішкене алға қарай еңкейеміз. Және де ішіме мән беретін болсаңыздар, ішті ішке қарай тарту қажет. Ішке тартып, демді де ұстап тұру керек. Осылай 30 секунд ұстап тұру керек. Және де жіберіп, қайталап, осылай 3-4 мәрте қайталап, осылай ары қарай жаттығуды жалғастыра беруге болады. Осы жаттығуды практикалық түрде жасап көрсетейін. Жалпы осылайынан бұл жерде ең маңыздысы ішімізді қаттырақ тарту және де демімізді ұстап тұру. Осы жаттығуларды жасағаннан кейін тағы да кардио жаттығу дегендер бар. Оларды қазір сіздерге практикалық түрде көрсететін болам. Жалпы ол жаттығуларды барынша жылдамырақ жасаған дұрыс болады. Себебі жылдамырақ жаттығу жасаған кезде адамның денесіндегі майлары тезірек кетеді. Соған байланысты мына 1-2 жаттығуды көрсетіп жіберейін. Бұл жаттығуларды жасап жатқан кезде жалпы арасын үзудің қажеті жоқ. Мен сіздерге қазір үзіп түсінікті болу үшін көрсетіп жатырмын. Жалпы бұларды өзінің уақытысымен 30 секундтан тоқтамай жасап тұру керек. Келесі жаттығуымыз ол сан бұлшықеттері мен іштің бұлшықеттеріне әсер ететін жаттығу. Жалпы оны осылайынан жасаймыз. Бұны барлығыңыз білесіздер деп ойлаймын. Жалпы осылай. Бұл жаттығудан кейінгі жаттығуымыз жалпы ол приседание деп айтады, отырып тұру. Отырып тұрғанда да өзінің тәртіптері бар. Отырған кезде қолымызды көтеріп, иегімізге алып келеміз. Жалпы осылай. Мен сіздерге ең тиімді деген жаттығуларды көрсеттім. Осымен біздің бейнеролигіміз аяқталды. Осы бейнеролик ұнаған болса, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар, және де лайктарыңызды басып, лүпілдеріңізді, және де осы Дәу Адам YouTube арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар.